Қайырлы күн оқушылар, бұл сабақта іштей және сырттай сызылған шеңберлерге байланысты есептерді шығарамыз. Біріншісі, квадратқа іштей сызылған шеңбердің ұзындығы 12 пи болса, квадраттың ауданын табыңыз. Енді мына жердегі бізде шеңбердің ұзындығы берілген. Шеңбердің ұзындығы бізде L арқылы белгіленеді. Осы 12 пиға тең екен. Енді ол формулаға сәйкес бізде L-ымыз 2 пи R-ға сәйкес. Олай болатын болса, осы 2 пи R-іміз 12 пиға тең болып тұр. Сонда біз мына теңдіктен R-дің мәнін анықтап алуға болады. Сонда R-дің мәнін анықтау үшін 12 пиді біз 2 пиға бөлеміз. Сонда пи мен пи қысқарады. 12-ні 2-ке бөлетін болсақ, 6-ға тең болып шығады. Яғни бізде мына жердегі радиусымыз 6-ға тең екен. Біз осы радиусты 2 еселейтін болсақ, бізде диаметр шығады. Диаметріміз сонда бізде 12-ке тең. Олай болатын болса, квадраттың қабырғасы 12 сантиметрден екен. Енді бізге квадраттың ауданын тап деген, ол үшін S тең А квадрат формуласын қолданамыз. А-ның орнына 12-ні қоямыз. 12-нің квадраты бізде 144-ке тең. Олай болса, жауабы А нұсқасы. Екінші, шаршы қабырғасының осы шаршыға іштей сызылған шеңбер радиусына қатынасын табыңыз. Енді мынау бізде шаршының мысал ретінде қабырғасына кез келген бір санды жазайық, 10 деп алайық. Шаршының қабырғасы бізде 10 болатын болса, радиус бізде осы шаршы қабырғасының міндетті түрде жартысына тең болады. Сондықтан біз бұны 5 деп алсақ болады. Енді бізге осы шаршының қабырғасын неге бөлуіміз керек? Мына жерде біз радиусқа бөлуіміз керек. Енді екеуінде біз 5-ке қысқартсақ болады. 10-ды 5-ке бөлетін болсақ, 2 шығады. 5-ті 5-ке бөлетін болсақ, 1 шығады. Олай болса, 2-нің 1-ге қатынасындай деген А жауабы болады. Үшінші, егер АЕ тең ВЕ тең АДы тең 6 сантиметр болса, боялған бөліктің ауданын табыңыз. Бұл жерде бізде АЕ деп отқанымыз мына жер 6-ға тең екен, ЕВ-ымыз мынау 6-ға тең және АДымыз 6-ға тең. Бұдан аңғаратымыз бізде АДымыз СВ-ға тең, сондықтан 6 деп алсақ болады. Ал мына ДС деп отқанымыз АЕ мен ЕВ-ның қосындысы, яғни 12-ке тең. Бірінші кезекте біз тік төртбұрыштың ауданын табамыз. Ол бізде ұзындық пен еннің көбейтіндісі, яғни 6-ға мына 12-ні көбейтеміз, сонда ол бізде 72-ке тең болып шығады. Одан кейін бізде дөңгелектің ауданын табу керек. Бірақ мына жерде байқап қарайтын болсақ, мынау бізде ашық алаңдарға біріншісіне тоқталатын болсақ, және екіншісіне тоқталатын болсақ, осылардың әр қайсысы дөңгелектің 4-тен 1 бөлігіне тең. Дөңгелектің ауданын тауып алайық. Бірінші, ол формуласы фи R квадрат деген формуламен есептелінеді. Енді пиді өз күйінше алайық. R-дің орнына біз мына жердегі радиус 6-ны аламыз. 6-ның квадраты ол 36-ға тең. Олай болатын болса, дөңгелектің ауданы 36 пиға тең екен. Ал мынау соның 4-тен 1-не тең. Сондықтан біз осы 36 пиді 4-ке бөлеміз. Ол бізде 9 пи болып шығады. Сондықтан мына ашық алаңымыз бізде 9 пиға тең, келесі де 9 пиға тең. Екеуін қосатын болсақ, бізде 18 пиді береді. Енді мына боялған бөліктердің ауданын табу үшін біз мынау 72 деген, яғни тік төртбұрыштың ауданын жазып аламыз. Содан мына жердегі 18 пиді азайтамыз, яғни мына ашық алаңдардың ауданы азайтсақ, мынау қарамен боялған жердің ауданы шығады. Енді ары қарай 72 мына жерде шатасқан екен. 72-ні өз күйінше жазамыз. Пидің орнына 3,14-ті қоямыз. 3,14-ті біз 18-ге көбейтетін болсақ, көбейтеміз 18-ге. Онда 56,52 шығады екен. Біз осы санды 72-ден азайтатын болсақ, нәтижесі 15,48 шығады екен. Ол бізде С нұсқасы. Төртінші, центрлер шаршының төбелерінде радиустары шаршының қабырғасының жартысына тең болатын дөңгелек секторлардың қиылысуында пайда болған штрихталған фигураның ауданын есептейтін формуланы жазыңыз. Енді бұл жерде де бұл алдыңғы есепке ұқсас. Алдымен біз мына жерде квадраттың ауданын табамыз. Ол формула бойынша А квадратқа тең. Енді біз мына жерде секторлар тұр ғой. Әр қайсысы бізде дөңгелектің 4-тен 1-не тең. Осылардың барлығын қосатын болсақ, бізде бір дөңгелекте береді.
Енді біз дөңгелектің ауданын табу формуласын жазып алайық. Ол бізде пи r квадрат. Мұндағы радиус деп отқанымыз ол мына жерге тең болып тұр. Ол бізде а бөлінген 2-ке, яғни аның жартысына тең. Орнына қоятын болсақ, пиді өз күйінше жазамыз. Ал ердің орнына біз а бөлінген 2-ні қоямыз. Сөйтіп квадраттаймыз. Квадраттасақ аның квадраты болады, 2-нің квадраты 4 көбейтілген пи болады. Енді мынау штрихталған бөліктің ауданын табу үшін мынау шеңбердің квадраттың ауданынан дөңгелектің ауданын азайтуымыз керек. Олай болса ол а квадрат азайтылған а квадрат бөлінген 4 көбейтілген пи болып шығады. Енді бұдан ары қарай екеуінен де біз а квадратты жақшаның сыртына шығаратын болсақ, біріншісінен 1 қалады, азайтылған пи бөлінген 4 шығады. Яғни бізде дұрыс жауабы сонда В нұсқасы екен. 5. Квадраттың қабырғасы 1-ге тең, боялған бөліктің ауданын тап. Енді біз алдымен былай істейміз. Мына жерде әрбір мынау шет жағындағын санмен белгілеп алайық. Мынау 1-ші, мынау 2-ші, мынау 3-ші, мынау 4-ші. Осылай белгілеп алғаннан кейін квадраттың қабырғасы 1-ге тең болатын болса, біз квадраттың ауданын табу үшін s тең а квадрат формуласы бойынша аның орнына 1-ді қоямыз. 1-дің квадраты бізде 1-ге тең. Мынау квадраттың ауданын береді. Енді бізге дөңгелектің ауданын табу керек. Дөңгелектің ауданын табу үшін бізге радиус керек. Радиус дегеніміз осы квадраттың қабырғасы болса, соның жартысына тең болады. Яғни ол мына қашықтық болады. Ол бізде 2-ден 1-ге тең. Олай болса біз пиді көбейтеміз сол 2-ден 1-дің квадратына. 2-ден 1-дің квадраты ол 4-ден 1 болады. Сонда дөңгелектің ауданы 4-ден 1 пиға тең екен. Енді біз мынау нөмірлеп алған 4 бөлік тұр ғой, осы 4 бөліктің аудандарының қосындысын табу үшін біз квадраттың ауданынан мына дөңгелектің ауданын азайтуымыз керек. Сонда 1 азайту 4-ден 1 пи деп алсақ болады. Енді бұл бізде мына 4-еуінің ауданы табылды. Енді біз тағы былай істейміз. Мынадан былайнан тік сызық жүргіземіз. Сөйтіп тағы да былайнан тік сызық жүргіземіз. Енді бұл жерде бізде байқап отыратын болсақ, 4 бөлікке бөлінді. Осының әр қайсысы сәйкесінше мына сандарға тең. Мысалы, мынау бізде 1-ші бөліктің ауданы болса, мынау да дәл соған тең. Мынау 2-ші бөліктің ауданы болса, мынауымыз да соған тең. Сәйкесінше мынау 3-ші бөлік болса, мынаның да ауданы соған тең. Мынау да 4-шіге сәйкесінше тең болып тұр. Бұдан аңғаратынымыз, бізде мына ашық алаңдар 4-еу болды ғой. Сол 4-еуінің қосындысы қанша болса, ортадағы ашық алаңның қосындысы да сонша болып шығады екен. Біз оны тағы да былай жазсақ болады. 1 азайтылған 4-ден 1 пи түрінде жазсақ болады. Мынау бізде ақпен боялғандардың 1-шісінің ауданы 4-еуінің, мынау 2-шісінің ауданы. Енді біз осы екеуін қосамыз. Осы екеуін қосқан кезде бізде 1-ге 1 қосылады, 2 болады. Мына екеуі азайтылған пи бөлінген 2 болып шығады. Яғни бұл шығып тұрған аудан бізде мынау әппақ болып тұр, ақ түспен. Солардың аудандарының қосындысы болады. Енді біз квадраттың ауданынан осыны азайтып тастайтын болсақ, мына жердегі бізде боялып тұрған түстегі фигураның ауданы шығады. Сонда біз 1-ден азайтамыз, 2 азайтылған пи бөлінген 2-ні азайтамыз. Бұдан арғай біз жақшаны ашамыз. 1 азайту 2 қосылған пи бөлінген 2. Теңдіктен кейін пи бөлінген 2-ні жазамыз. 1-ден 2-ні азайтатын болсақ, минус 1 шығады. Олай болса біздегі боялған бөліктің ауданы пи бөлінген 2 азайтылған 1-ге тең болады екен. Ол бізде А нұсқасы. 6. Суреттегі дөңгелектің ауданы мен тіктөртбұрыштың ауданы тең. Дөңгелектің ауданы 28 см квадрат болса, боялған бөліктің ауданы қанша? Енді бұл жерде бізде дөңгелекті былайнан 4-ке бөліп аламыз. Мына жерде өз бір радиус берілген екен, осының бойынан былайнан сызамыз, және тағы да былайнан сызып аламыз. Енді бізде дөңгелегіміз теңдей етіп 4-ке бөлінді. Және осы дөңгелектің ауданы бізде 7-ге тең дейді. Олай болса, мынаның әрқайсысына біз 7-ні жазсақ болады. Енді дәл сол сияқты бізде осы дөңгелек 28 болатын болса, бізде мына жердегі тік төртбұрыштың да ауданы 28-ге тең екен.
Бізде мына боялған бөлікті табу керек. Боялған бөліктің ауданын табу үшін 28-ден біз мына жердегі 7-ні азайтып тастаймыз. 28-ден 7-ні азайтатын болсақ, 21 шығады. Яғни боялған бөліктің ауданы 21-ге тең екен. Ол бізде А нұсқасы. Жетінші. Суретте периметр 64 см болатын шаршы тең 4 шаршыға бөлінген. Боялған бөлігінің ауданын табыңыз. Енді бұл жерде бізде периметр 64 дейді. Периметрінің формуласын жазсақ, P тең болады 4 атығым. Осы бізде 64-ке тең екен. Енді біз мына теңдіктен шаршының қабырғасын анықтасақ болады. Олай болса А-ның мәні 64 бөлінген 4-ке тең. Сонда бұл бізде 16-ға тең болып шығады. Яғни әр қабырғасы 16-ға тең. Енді бізде осы шаршымыз өзі тең тағы 4 шаршыға бөлінген. Мынау бізде бір шаршысына тоқталайық. Бір шаршыға тоқталатын болсақ, бұл жерде оның қабырғасы 8 сантиметрден сәйкес болып тұр. Ал ішіндегі дөңгелектің радиусы сол қабырғаның жартысына тең болады, яғни ол 4-ке тең болады. Енді бізге боялған бөліктің ауданын табу үшін жалпы мына үлкен шаршының ауданы анықтаймыз да, ішіндегі дөңгелектің ауданы аттасай саламыз. Енді квадраттың ауданы ол бізде 16-ға 16-ны көбейтетін болсақ, 256 шығады. Енді дөңгелектің ауданы. Дөңгелектің ауданы пи квадрат бойынша есептейтін болсақ, пидің орнына мына жерде жазып көрсеткен 3-ті қоямыз, радиустың орнына 4-ті қоямыз, 4-тің квадраты 16, яғни көбейтінді 48-ге тең болып шығады. Енді боялған бөліктің ауданын табу үшін сол 256-дан біз 48-ді азайтамыз. 48-ді азайтатын болсақ, 208 шығады. Яғни дұрыс жауабы С нұсқасы. Енді бірлік торкөздегі фигура ауданы мен периметрін анықтауға байланысты есептерді шығарамыз. Бірінші, АБС-ді төртбұрышының ауданын табыңыз. Мұндағы шаршы тордың ауданы 1-ге тең дейді. Алдымен біз былай істеп аламыз. Міне мына жерден былайнан бір бөліп аламыз. Одан кейін дәл осы жерден былайнан тағы бөліп аламыз. Сөйтемізді біз осы фигураны 3 бөлікке бөлеміз. Енді бізде мынау бір торкөздің жалпы төртбұрыш тұр, осы төртбұрыш, соның ауданы 1-ге тең. Олай болатын болса, бұның қабырғасының ұзындықтары 1-ге тең екендігі шығады. Енді мына жерде бізде квадрат тұр, дәл ортада. Былайнан есептесек 4 шаршы, былайнан тағы 4 торкөз тұр. Екеуін көбейтетін болсақ, мына жердің ауданы 16-ға тең болып шығады. Одан кейін бізде мына ұзындығымыз 2-ге тең болып тұр. Сонда бізде мына тік бұрышты 3 бұрыштың ауданын табу үшін 2 катетін көбейтіп 2-ге бөлеміз. Мына екінші катеті бізге 4-ке тең, 4-ке 2-ні көбейтсек 8, 2-ге бөлетін болсақ, мына жердің ауданы 4-ке тең болып шығады. Сәйкесінше бізде мына жердегі ауданда 4-ке тең болып шығады. Осы үшеуін қосатын болсақ, АБС-ді төртбұрышының ауданы шығады. Ол бізде сонда 24-ке тең. Екінші, бір шаршының ауданы 1 деп алып, сызбадағы дөңгелектің боялған бөлігінің ауданын табыңыз. Алдымен біз мынау ортада орналасқан төртбұрыштың ауданын табуымыз керек. Оның ауданын табу үшін біз былай істейміз. Мынаның шеткі нүктесінен аламыз да, мына сызықты, яғни үшбұрыштың келесі төбесіне дейін сызамыз. Сөйтіп осыдан ары қарай жалғастырамыз. Жалғастырып келесі төбесіне дейін сызамыз. Сөйтіп одан аламыз да, мына шеткі төбеге дейін аламыз. Сөйтіп соңғы екеуін қосатын болсақ, бізде тік төртбұрыш пайда болды. Енді біз мына нәрсеге тоқталсақ болады. Осыдан былай қарай сызсақ, бізде мына жерде бір тік бұрышты үш бұрыш пайда болды бұрышта. Мына жақта да бізде тағы да бір тік бұрышты үш бұрыш пайда болды. Одан кейін төменгінің оң жағында да сондай, және төменгінің сол жағында да тағы тік бұрышты үш бұрыш пайда болды. Біз осылардың ауданын тауып алуымыз керек. Енді мына жердегі ұзындығына тоқталсақ 4-ке тең, сәйкесінше мына жері 2-ке тең. Енді осы тік бұрышты үш бұрыштың ауданын табу үшін 2 катетті көбейтіп 2-ге бөлеміз. Сонда 8-ді 2-ге бөлсек 4 шығады. Енді мына жеріміз 4-ке тең болса, бізде байқап қарасақ, сәйкесінше мына жағымызда 4-ке тең болады. Енді биіктігіміз бізде мына жерге дейін 8-ге тең болады. Екеуін көбейтеміз, 32, 2-ге бөлетін болсақ, 16 шығады. Одан кейін мына жағында бізде мына жеріміз 5-ке тең, мына жерімізде тағы 5-ке тең. Екеуін көбейтіп 2-ге бөлсек,
12,5 шығады. Төменгі жағына тоқталсақ, былайынан бізде 5-ке тең, былайынан тағы 5-ке тең. Екеуін 2-ке бөлетін болсақ, тағы да 12,5 шығады. Енді біз осыларды қосып шығамыз. Екеуін қоссақ 25, мына екеуін қоссақ 20. Сонда бізде олар 45-ке тең болып шығады. Енді бізге мынау үлкен тік төртбұрыштың ауданын табу керек. Байқап қарасақ, бізде былайынан ұзындығы 9 болып тұр, ал былайынан 10 болып тұр. Екеуін көбейтетін болсақ, бізде 90 шығады. Сол 90-нан мына 45-ті азайтамыз. Сонда бізде 45 шығады. Яғни, мына жердегі біздегі төртбұрыштың ауданы 45-ке тең екендігі шығады. Енді бізге дөңгелектің ауданын табу керек. Дөңгелектің ауданын табу үшін формулаға сәйкес πr квадратты қолданамыз. Пиді өз күйінше жазамыз. R деп отқанымыз радиус. Радиусымыз бізде мына екі ара қашықтық. Ол бізде 5-ке тең. Болмаса, былайынан ара қашықтығын есептесек те болады, ол да 5-ке тең. Сонда 5-тің квадраты ол 25 болады. Мынау бізде дөңгелектің ауданы. Осы дөңгелектің ауданынан ортадағы төртбұрыштың ауданын азайтатын болсақ, мына боялған бөліктердің ауданын есептеуге болады. Сонда бізде 25π азайтылған 45 деген В нұсқасы шығады. Үшінші, нүктелі қағаз бетіндегі шаршының ауданы 1 см квадрат болса, онда боялған бөліктің ауданын табыңыз. Енді бұл жерде бізде мына шаршының ауданы 1 см квадрат дейді. Олай болса, оның әр қабырғасы 1-ге тең екендігі шығады. Енді біз боялған бөліктердің ауданын табу үшін осындай бізде жалпы шаршылардың санын анықтап алуымыз керек. Былайынан байқап қарасақ 4-еу, былайынан 4-еу тұр. Сонда бізде мына жерде 16, мына мен 17, мына мен 18 және астындағы мен 19 бар екен. Сондықтан олардың аудандарының қосындысы 19 см квадрат болады. Оған қосамыз. Мына жерде бізде сол квадрат болатын болса, сол квадраттың мына жерде жартысы. Яғни 1 см квадраттың жартысы ол 0,5 см квадрат. Енді бізде қалып кеткені мына үшінші бөлік. Үшінші бөлікте бізде бұл жерде тағы да бір үшбұрыш берілген. Бұл үшбұрышта бізде мынау биіктігі болады, мына табанына түсірілген. Бұл бізде бірдің жартысы, яғни 0,5-ке тең. 0,5. Ал бізде мынау табан болып есептеліп тұрғанымыз, ол бізде 3-ке тең. Соған байланысты үшбұрыштың ауданын табу формуласы бар. Ол S тең болады А көбейтілген H бөлінген 2 деген. А деп отқанымыз табанның қабырғасы 3 болып тұр. H-ымыз 0,5-ке тең. Оны 2-ке бөлеміз. Енді екеуінің көбейтіндісі 1,5, 1,5-ді 2-ке бөлетін болсақ, 0,175 болады. Сонда біз мынаған енді 0,175 см квадратты қосамыз. Ары қарай сонда бізде 20,125 см квадрат деген Д жауап шығады екен. Төртінші, MNPQ төртбұрышының ауданын табыңыз. Бұл да алдындағы есептерге ұқсас. Яғни біз мына шеткі нүктесінен бастап аламыз да, осы шеткі нүктеден былай тік сызық жүргіземіз. Сөйтіп оны келесі шеткі нүктенің бойына дейін апарамыз. Сөйтіп бұдан аламыз да келесісіне дейін аламыз. Сөйтіп осыдан тағы былай сызық жүргіземіз. Сонда бізде байқап қарайтын болсақ, тік төртбұрыш пайда болды. Осы тік төртбұрыштан біз мына жердегі қарамен бойылған фигура тұр ғой, соның сырт жағындағы фигуралардың ауданын анықтап аламыз. Сөйтіп тік төртбұрыштың ауданын азайтатын болсақ, біздің есебіміздің жауабы шығады. Бірінші тік төртбұрыштың ауданын тауып алайық. Бізде мына жерде 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу. Былайынан 5-ке тең екен. Енді былайынан анықтау керек. Мына жерде бізде 2-еу, 5-еу және 4-еу бар екен. Олай болатын болса, біз 5-ті 9-ға көбейтеміз, сонда 45 шығады екен. Енді бізде мына жерінде есептеп алайық. 5 торкөз бар екен, сонда 2-еуін көбейтеміз де 2-ке бөлеміз. Сонда мына жеріміз 12,5-ке тең. Мына жағында дәл солай 2-ге тең, ал мына жағында бізде 4 торкөз бар, сондықтан 4-ке тең болады. 2-еуін көбейтіп 2-ке бөлсек 4 шығады.
Енді мына жерді есептеу үшін біз былай істеп алсақ болады. Мына жерден тағы да былай бөлеміз, сөйтіп тағы бөлеміз. Сонда бізде тік төртбұрыш, екі тік бұрышты үшбұрыш пайда болды. Енді мына жерде бізде 2-ге тең, былайынан есептейтін болсақ 4-ге тең. Сонда мына жердің ауданы 4-ге тең, былайынан бізде 5-ге тең, мына жеріміз 10-ға тең. Енді мына жерге тоқталатын болсақ 1-ге тең болып тұр, ал мына жеріміз 5-ге тең болып тұр. Екеуін көбейтіп 2-ге бөлсек 2,5. Енді осылардың барлығын қосамыз. Біріншіні 12,5-ге 2,5-ті қосамыз. 15, 15-ге 4-ті қоссақ 19, мына мен 29, мына 4-ті қосатын болсақ 33 шығады. Енді біз 45-тен сол 33-ті азайтамыз. Сонда бізде 12 деген жауап шығады. Олай болса, фигураның ауданы бізде 12-ге тең екен. Ол Д нұсқасы.